Қайырлы күн бәрлеріңізге. Бүгін параллелограммның белгілері атты сабаққа тоқталатын боламыз. Ол бізде оқулықтың 35-ші бетіндегі тақырып екен. Енді осы тақырыпта біз осының алында параллелограмм және оның қасиеттеріне тоқталып кеткенбіз. Параллелограммның белгілері деген соған қарама-қарсы қасиеттерге кері тұжырым жасалатын болады. Осы жерде маған ыңғайлы болу үшін ол жерде бізде белгілері төртбұрыштар туралы айтады. Егер бір төртбұрыштың екі қабырғасы бір-біріне тең және параллель болса, ондай төртбұрышты параллелограмм деп атаймыз дейді. Мен енді төртбұрыштың орнына параллелограмм салып қойдым. Өйткені қазір маған әріптермен белгілеуге ыңғайлы болу үшін. Бірінші белгісі, егер бір кез келген төртбұрыштың екі қабырғасы тең болса, міне А мен Б-сы тең және ол екеуі параллель болса, онда біз бұндай төртбұрышты параллелограмм деп атайды екенбіз. Мынандай белгі салайын. Онда ол параллелограмм деген сөз. Онда осы параллелограмм болады. Екінші қасиеті, екінші белгісі. Кез келген бір төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары қос-қостан тең болып жатса, яғни АБ тең СД-ға және АД тең БС-ға, онда осы жердегі төртбұрышымыздың өзі параллелограмм деген сөз. Үшінші қасиеті. Кез келген төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғаларын қосатын диагональ жүргізетін болсақ, ол диагоналдар қиылысу нүктесінде қақ бөлінсе, онда сол төртбұрыш бізде параллелограмм. Қиылысу нүктесін О деп алсам, егер АО тең ОС-ға және БО тең ОД-ға болса, онда осы жердегі төртбұрышымыз параллелограмм деген сөз деп жаза салайын. Міне осындай үш белгісі бар екен. Яғни осының алдындағы тақырыпта қасиеттері бар болатын үш қасиет, соған қарама-қарсы тұжырым. Яғни кез келген төртбұрышын алған кезде, егер осындай белгілердің бірі кездессе, кез келген бір төртбұрышта, ол төртбұрышымыз параллелограмм деген сөз. Енді есеп қарастыратын боламыз. Бұл есепте дайын сызба берілген және осы жерде А, Б, F, G деген төртбұрыш пен F, G, D, S деген төртбұрыш екеуі параллелограмм деп беріп қойған. Ал бізге дәлелдеу керек А, Б, С, D төртбұрышының параллелограмм екенін. Оны дәлелдеу жаңағы параллелограммның белгілерінен пайдаланамыз. Олай болса, ең бірінші есептің шартындағы бізге белгілі нәрселерден бастайық. Осы екі параллелограмм екеуі параллелограмм деген сөз. Ол міне бірінші АБ, FG үшін қарастырамыз. АБ, FG параллелограммда АБ қабырғасы параллель FG қабырғасына. Өйткені олар параллелограмм деп айтты. Ал FG деген келесі параллелограммның бір қабырғасы. Ондай болса, ол параллель болады СД-ға. Ал осы жерден үшеуі бір-біріне параллель болса, осы жерден АБ параллель СД-ға деген қорытындыға келеміз. Міне, АБ параллель FG-ға болса, ал FG СД-ға параллель болса, онда АБ СД-ға параллель деген сөз. Және параллелограммның айтып өткенде қасиетінде қабырғалар тең болатын. АБ параллелограмм болғандықтан тең FG-ға және ал FG деген келесі параллелограммның қабырғасы болғандықтан ол СД-ға тең. Осы жерден АБ біріншісі үшіншісіне тең екені шығады. Ал бізде параллелограммның жаңа белгілерінің біріншісінде айтқан бір қабырғасы тең, екі қабырғасы тең және параллель болса, ондай төртбұрышты параллелограмм деп атаймыз деген. Онда осы екеуінен алып шығамыз біз А, Б, С, Д төртбұрышы параллелограмм. Параллелограмм деп атаймыз. Онда есептің дәлелдеуі бітті деген сөз.
Ал балалар, мына екінші есепке қарайық. Екінші есепте айтады, төртбұрыштың және ромбтың қабырғаларының ортасын қосатын кесінділерден пайда болған төртбұрыштың параллелограмм екенін дәлелде дейді. Міне төртбұрыштың әрбір қабырғаларының дәл орталарын белгілеп алып төртбұрыш салдым, және ромбты да дәл солай. Сонда пайда болған мынау қызыл түсті төртбұрыштың параллелограмм екендігін дәлелдеңдер дейді. Ал ондай болса, біріншісі осы төртбұрыш жағдайындағысын дәлелдеуге кірсек, ол үшін қарасақ, осы қызыл сызықтармен шектелген мына жерде бұрышында үшбұрыштар қалып жатыр, тік бұрышты үшбұрыштар. Сонымен әріппен белгілейін, EF деп арға J, K деп белгілей салайын. Осы жерде екі үшбұрышты қарастырсам, мынау осы бөлігіндегі E, A, D дегенмен үшбұрыш A, F, B. Екі үшбұрышты қарастырайын және деп алайын. Бұл екі үшбұрышта бұрыштары тік, өйткені тік төртбұрыштың бұрыштары, ал онда тік бұрышты үшбұрыштың қасиетінде, егер қасиеті бойынша қарасақ, міне ED қабырғасы, мына үшбұрыштың қабырғасы келесі үшбұрыштың қабырғасына тең болады. Тең болады FB. Өйткені бізде төртбұрыштың дәл ортасын, қабырғалардың дәл ортасы тең, мына бөлік тең, мына бөлік тең. Олар тағы өзара тең, сондықтан жартылары бір-бірлеріне тең деген сөз. Келесі AE, дәл солай AE қабырғасы, мына үшбұрыштың. Ол келесі үшбұрыштың AF қабырғасына тең. Тік бұрышты үшбұрыштың егер катеттері өзара тең болса, онда ондай үшбұрыштар тең үшбұрыштар деп аталатын. Сонда осы жерден біз нені аламыз? Осы үшбұрыштар тең болғандықтан, мына жерді мына екеуін тең деп осы жерден өзгертейін. Осы үшбұрыштар тең, олай болса, оның гипотенузалары да бір-бірлеріне тең. AB тең болады AD-ға. Екеуінің тең екендігін шығардық. Яғни мына мен келесі екі гипотенуза бір-біріне тең. Дәл сол сияқты келесі төртбұрышты да қарауға болады. Солай бір-бірлер келесі тікбұрышты үшбұрыштарды да қарасақ, дәл сол қасиеттермен мысалы DK тең болады келесі үшбұрыштың BG қабырғасына, SK тең болады JS қабырғасына. Онда осы жерден мына екі гипотенузаның бір-біріне тең екендігі шығады. BC тең болады CD-ға. Сонда олар қос-қостан тең болды. Мына екеуі бір-біріне тең, және мына екеуі бір-бірлеріне тең болды төртбұрышта. Және бұл әлі бізге параллелограмм болуға жеткіліксіз. Өйткені көршілес екеулер бір-біріне тең екендігін ғана шығардық. Енді осы жерден үшінші қосымша бізге тоқтай тұр. Және олар сол сияқты олар мына екі үшбұрышты, мына келесі екі үшбұрышты да қарастырсақ, оларда да солай BC мен AB тең болады, AD мен DB тең болады. Осылай жалғастыра берсек, төрт үшбұрышты өзара теңестірсек теңдігі шығады. Сол қасиеттердің бәрінен біз мына жерде тағы жалғасы келесі шығатыны BC тең болады AB-ға, ал AD тең болады DC-ға. Осылай бәрін жалғастырсақ, бізде не шығады? Барлық қабырғалар бірдей төртбұрыш болды. Онда және мынамен келесі қарама-қарсы қабырғаларда тең болады. Бізде параллелограммның екінші белгісінде қос-қостан егер қабырғалары тең болса, онда ондай төртбұрышты біз параллелограмм деп атаймыз. Сондықтан A, B, C деп ол бізде параллелограмм. Диагоналына бармай-ақта табуға болады екен. Екінші ромбын қарайық. Ромбында дәл орталарынан нүктелер алдық та, сосын міне қызыл сызықпен ABCD төртбұрышын белгіледік. Енді осы жерде E, F деп алайық, мына жерді G дейік, және K деп алайық. Мен екі үшбұрышты қарағым кеп тұр. Қайсы? Мына бөліктегі мына үшбұрышпен мына үшбұрышты қарайық. Ол ромб болғандықтан, ол ромб деген ол параллелограммның дербес түрі, яғни қабырғалар тең. Сондықтан бізде мына жерде қабырға неше болса, мұнда сонша, мұнда неше болса, мұнда сонша. И олар тең жартысынан бөлініп тұр. Ол енді осы үшбұрышқа қарасақ, екі үшбұрыш. Ол үшбұрыш E, B, A және үшбұрыш C,
G, D деген үшбұрыштарға қарасақ, олар тең бүйірлі үшбұрыштар. Және өзара бүйірлері тең болып тұр бір-біріне. Және параллелограмм болғандықтан олардың қарама-қарсы бұрыштары тең болатын. Ондай болса, бұл үшбұрыштар іргелес екі қабырғасы және арасындағы бұрыштар тең болса, бұл үшбұрыштар тең үшбұрыштар деп аталады. Яғни теңдігін жазып кетейін, мына жерге ЕБ тең болады келесі үшбұрыштың СЖ қабырғасына, ЕА тең болады ЖД. Және олар өзара бір-біріне тең, өйткені ол ромбтың қабырғалары ғой. Және екі іргелес бұрыштың арасында жатқан бұрыш Е мен бұрыш Ж бір-біріне тең. Осы қасиет бізде үшбұрыштар теңдігін шығарады. Ондай болса, ол үшбұрыштар тең. Олай болса, осыдан нені аламыз? Мынау АБ мен СД үшбұрыштар тең болғандықтан үшінші қабырғаларда бір-бірлеріне тең болады. АБ тең СД екендігін алып шығара аламыз. Дәл сол сияқты келесі үстіндегі үшбұрыш пен астындағы үшбұрышты да қарауға болады. Ол жерден де АК тең болады БФ-қа, КД тең болады ФС-ға. ФС. Мына қабырға мынаған тең, мына қабырға мынаған тең. Және бұрыштары бұрыш К бұрыш пен F бұрышы өзара тең. Олай болса, осы жерден де бұл үшбұрыштардың теңдігі шығады. Ондай болса, БС қабырғасы тең болады АД қабырғасына. Міне, кез келген бір төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне тең болды. Бұл параллелограммның екінші белгісі бойынша, онда бұл АБС-ді төртбұрышы бізде параллелограмм болады. Онда шешім АБС-ді ол бізде параллелограмм деп қалдырамыз. Яғни есебіміз дәлелденді. Ал балалар, мына үшінші есепті айтады. КПНМ деген параллелограмм және олардың қабырғаларын сәйкесінше созу арқылы бірдей кесінділер алған. НА, ПБ, СК және МД деген бірдей кесінділер алған. Сол кесінділердің үшін қосатын төртбұрыштың бізге параллелограмм екенін дәлелде деген. Мен жазып қойдым, бірінші берілгені бізде параллелограмм ішіндегі төртбұрыш. Және алған кішкентай қосынды кесінділер, олар өзара өлшемдері бірдей. Дәлелдеу керек сыртқы төртбұрыштың параллелограмм екен. Енді осы жерде мен бояп алайын. Екі үшбұрыш көріп тұрмын мен. Сол үшбұрыштың теңдігін дәлелдесем, параллелограмма жеткілікті болатын сияқты. Мысалы, мына жерде мына үшбұрыш және мына үшбұрышты қарастырайық. Бояп қойдым. Бұл екі үшбұрышта НБ деген қабырға. НБ қабырға, ол НП-ға қосып береміз ПБ-ні. Ал КД деген қабырға, ол КМ-ға қосып береміз МД-ні. Екі қабырғасын алдым, екі үшбұрыштың. Енді осы жерде НП мен КМ, міне, НП мен КМ ол параллелограммның қабырғалары, сондықтан олардың өлшемдері тең. Осы жерде біз параллелограмм қабырғаларын алып тұрмыз. Өлшемдері тең. Ол мына параллелограмм қабырғалар. Ал есептің шартында берілген ПБ мен МД олар бір-біріне тең өлшем. Олай болса, осы жерден нені аламыз? Осы жерден НБ мен НБ мен КД тең деген сөз. Ары қарай келесі осы үшбұрыштың қабырғасына енді НА қабырғасы мен НА қабырғасы бір үшбұрыштың ол тең болады КС қабырғасына. Ол есептің шартында берілген. НА КС-ға тең деп есеп шартында берілген. Ол бірдей өлшемді кесінділер қосылып тұрғандықтан. Онда бұл үшбұрышта екі белгі тауып алдық. Яғни сәйкес мына қабырғаға келесі, мына қабырға және келесі қабырғалар тең болды. Енді бізге үшінші шарт керек болады. Ол мына жердегі бұрыштарына келейік. Мына бұрыш. Ол ішкі бұрышқа сыбайлас жатқан сыртқы бұрыш.
Дәл сол сияқты мынау ішіндегі бұрышқа сыбайлас жатқан сыртқы бұрыш. Бұл бұрыштар бір-бірлеріне тең болады, себебі ішкі бұрыштар тең. Бұрыш, ішкі бұрыш. Бұрыш N тең бұрыш K-ға. Себебі ол параллелограммның ішіндегі бұрыштар мына жер мен мына жер тең болатындықтан. Ондай болса, оның сыртқы бұрыштары да бір-бірлеріне тең болады. Бұдан не шығады? Бұрыш, мынау сыртындағы BNA тең болады бұрыш SKD-ға. Бұрыш SKD-ға. Себебі ол ішкі бұрышқа сыбайлас жатқан сыртқы бұрыштар. Егер ішкі бұрыштар тең болады екен, онда оның сыртындағы бұрыштары да тең болады. Өйткені олардың қосындысы 180-ді береді ғой, екеуінің. Міне 3 шарт алдық, яғни іргелес жатқан бұрыштар және олардың арасындағы іргелес жатқан қабырғалар мен олардың арасындағы бұрыштары сәйкесінше тең болып тұрса, онда бізде мына екі боялған үш бұрыш тең деген сөз. Ол үш бұрыш тең болады екен, бұл үш белгіден бізге шығады, үш бұрыш тең болса, оның үшінші қабырғаларда бір-біріне тең деген сөз. АБ тең болады СД-ға. Біреу алдық. Келесі екі үш бұрышты қарастырайық. Онымен басқа түспен бояп қойайын. Қызылмен бояйын, мынау. Осы үш бұрышпен мынау. Қызылмен боялған үш бұрыштарды қарастырсақ, о жерден де үш белгіні жаңағы сәйкесінше алып алуымызға болады. Алдымен қарайық, ПС деген қабырға, ол болады бізде ПК мен К-сының қосындысы. Және МА деген қабырға, ол ММ мен НА-ның қосындысы. Жаңа айтқанымыздай, бұл екеуі мынау бөлігі параллелограммның қабырғалары және оларға бірдей өлшемді кесінділер қосылып тұрғандықтан, осы екі қабырға бір-бірлеріне тең болады. МА екеуі бір-бірлеріне тең. Бір қасиетке келесі, олардың сәйкес мына жеріндегі кесінділер, бірдей кесінділер қосылғандықтан, олардың екінші қабырғаларына да бір-бірлеріне тең болады. Яғни ПМ тең болады МД-ға. ПБ тең болады МД-ға. Яғни қабырғалары да тең. Сол сияқты жаңағы сыртқы бұрыштар мұнда да бар. Ол да сол сияқты ішкі бұрыштарының сыбайлас жатқан сыртқы бұрыштары, олар бір-бірлеріне тең. Яғни бұрыш С, П, Б тең болады бұрыш АМД. Бұрыштар тең. Осы үш белгіден біз осы екі үш бұрыштың тең екендігін шығарамыз. Сондықтан бұрыш БС қабырға тең болады, БС қабырғасы ол АД қабырғасына. Параллелограммға қарайық, сыртқы басында алған АБ қабырғасы ол ДС қабырғасына тең болған, және БС қабырғасы АД қабырғасына тең болды. Яғни қарама-қарсы қабырғалары өзара тең болса, осы екі шарттан біз аламыз АБ СД-ның параллелограмм екенін. Ол төртбұрыш бізде параллелограмм болады. Яғни есебіміз дәлелденді.